أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Бүгін енді иншалла өткен сабағымыз жалғастырамыз. Осы талақтың басын бастаған едік. Енді бүгін иншалла соның жалғасы. Бүгінгісі хали талақу салату билафзин вахидин яқау салатан ам вахидатан дейді. Бірден айтылған сөз үш талақты көрсете ме, жоқ бір талақ болып есептеле ме? Мәселе сол. Түсінікті ме? Бір адам мысалға әйеліне айтты: "Сен үш талақсың" деді бірден. Үш талақ болады ма, жоқ бір талақ болады ма үшеу деген мәселе кесек, Құран кәрімдегі ат-талақу марратани деген сөз бар ғой, талақ екі рет деп айтқан. Сол сөзге байланысты ғалымдарымыз екі топқа бөлінген. Яғни бұл жердегі мәселе бір рет берілу керек, одан кейін екінші рет ортада екінші рет берілу керек деген мәселе бар. Екі рет талақ беріледі. Үшіншісінде берсеңіз де болды, әйеліңіз кетеді сізден толықтай, немесе жақсылап ұстап қалуыңыз керек еді. Үшіншісін талақ берсеңіз, енді ол сізге халал болмай қалатындығы мәселесі бар еді. Қайтадан қосыламайтындығыңыз, енді тек қана шартпен. Енді соған байланысты төрт мазхабтың ғұламалары бар. Және табииндердің көпшілігі, жалпы ғұламалардың басым көпшілігі, 90-95% деп айтсақ болады, үш талақ деп айтатын болса, үш талақ кетеді деп айтқан. Түсінікті ме? Бір айтқаннан. Өйткені Құрандағы талақ екі рет болады деп айтуының себебі, Алла тағала адамға мүмкіндікті берді дейді. Қаласың бір ажырас, ертең жаңағы өкініп қалсаң қайта қосыласың деді. Екінші рет ажырас, қайтадан қосылатын мүмкіндік қойды дейді. Ал бұл адамға берілген ерік дейді. Ол солай қолданады ма? Жоқ, үшеуін бірден жалпылай қолдансам, ол өз еркінде деп айтқан. Сөйткенде көпшілік ғұламалар, 90-95%, төрт мазхаб ғұламалардың баршасының айтқаны не екен? Бірден айтылған жаңағы үш талақтың үкіміне жүреді деп айтқан. Ал екіншісі бар, бұлар захирилер деп айтамыз. Бұрын кезіндегі мынау Испанияда, малики емес бұлар, бұл захири деген өзінше бөлек бұлар. Бұлар Испанияда болған кезінде сол жерде жайылған бұл мазхаб, қазір бұл мазхаб жоқ. Бірақ бұлардың кітаптары бар әлі қолымызда, сол захирилер бар. Және шиға мазхабы бар. Сосын атақты ғұлама имам Таус бар, Ибн Таймия бар. Бұлардың пікірі бойынша айтылған пікір бірден үш рет талақ айтылса, бір талақ болып есептеледі деген бұлар. Бұл осы адамдар тек қана. Захири мазхабымен кімдер екен? Негізгі Ибн Таймия бар, Таус бар атақты, сосын шиға мазхабы дейміз. Шиға деген ирандар ғой. Ирандардың ішінде имамия деген мазхабы бар, солар осылай деп айтады. Және бұл не үшін бұлай деп айтқан екен? Біз көреміз, ең бірінші көпшілік ғұламалардың айтқан неше түрлі пікірлері бар. Жаңа айта кеткеніміздей, үш талақ дегенде Алла тағала адамға берді, ыңғайлы қылып, қосылатындай қылып. Ал енді адам оны бірден қолданады ма, үшеуін бөлек-бөлек қолданады ма, ол өз еркінде деген. Соның үшін үш талақ үкімі бірден жүріп кетеді деп айтқан. Бұған байланысты Ибн Аббас радиаллаху анхуға бір кісі келеді. Сөйтіп айтады: "Мен әйелімді бірден үш талақ беріп ажырасқан едім. Енді соны қалай өзіме қайтарып алсам болады" дейді. Сонда Ибн Аббас біраз ойланып тұрады да, сонда жанында мужахид айтады: "Ибн Аббас ойланып тұрғанына қарағанда, мен қазір бір амалын тауып қайтарып береді ғой деп ойлап едім" дейді. "Сен өзіңнің ақымақтығыңнан әйеліңе бірден үш талақты бердің" дейді. "Ал енді келіп осындай уақытта келіп, ей Ибн Аббас деп маған келесің" дейді. "Бұл істерде Алладан қорқуым керек еді. Құран кәрімде кім Алладан қорқса оған шығар жол тауып береді деген аят бар" дейді. "Сен Алладан қорықпадың, мен де саған жол таба алмай тұрмын ешқандай" деген. "Сенің әйелің талақ болды" деген. "Қайтып қосыла алмайсың" деп қарсы болғандығы бар. Демек не екен? Осы аят, осы Ибн Аббастың пікірі бар, осына дәлел келтірген. Міне Ибн Аббастың өзі осы пікірде болды деген. Екіншісі, Хазірет Омар айтты дейді. "Адамдар үш талақ бергіштер көбейіп кетті қазір" дейді. "Соның үшін адамдардың үш талақ деп айтқанын үш талақ деп бекітейік" дейді баршасын. Сөйтіп солай бекітті дейді. Ешқандай сахаби қарсы шыққан жоқ дейді. Демек, сахабалардың ижмасы бар дейді, бір ауыздан келісімі бар. Сахабилердің. Одан кейінгісі Имам Бухаридің өзінің риуаяты, Имам Бухаридің несін көрсек, жаңа хадис кітабында бір арнайы бап ашқан екен. Кімде кім бірден үш талақ беретін болса, әйелінің бірден үш талақ болуы деген арнайы бап ашқан дейді осыған байланысты. Сөйтіп
Демек не екен? Бұл да кәдімгі онда ашық нәрсе екендігін көрсетеді дейді. Ал енді екінші топтың ғұламалар айтқан, жаңағы екінші топ бір талақ болады деген кісілердің пікірлері бойынша бұлар мынандай нәрсені дәлел келтірген екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында Абу Бакырдың және Омардың алғашқы 2 жылында берілген 3 талақ бір талақ үкіміне жүретін еді деген сөзді дәлел келтірген. Бұл да Ибн Аббастың сөзі екен. Осын дәлел келтірген бір. Бұны бірақ Таустың жолымен келтіреді. Тауыс та осы пікірде деп айттық қой. Мінекей. Бұл осыны бірінші дәлел келтіреді. Демек дейді, бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында үшеуді бірден айтса, ол бір талақ үкімі. Немесе бір мәжілісте отырып сен талақсың десе, біреу-ақ үкімі деген. Осылай еді деген. Бұл бірінші мәселе дейді. Екіншісінен дейді, біз мына нәрсені көреміз дейді. Лиан деген оқиға бар. Лағнеттесу деген. Осыны дәлел келтіреді. Бұл лиан оқиғасы қандай екен? Бір ер кісі өзінің әйелін зина жасап жатқан жерінен ұстап алса, үстінен түссе. Енді дәлел жоқ қой, ешқандай куәгер жоқ оған өзінен басқа. Не істейді сонда? Қазының алдына келеді, сөйтіп лағнеттесу оқиғасы жүреді ол жерде. 4 рет Алланың атымен куәлік келтіреді адам. Сөйтіп 5-ші рет, егер мен өтірік айтып тұрған болсам, Алланың лағнеті болсын маған деп айтады. Түсінікті ма? Сосын әйелден сұрайды. Әйел айтады, ол 4 рет әйел мойындамау керек. Оның шарты. Мен ондай жасаған жоқпын, өтірік айтып тұр деп, егер мен жаңағы өтірік айтып тұрған болсам, Алланың азабы болсын маған деп, ол өзіне өзі жаңа қарғыс тілейді. Сөйтеді, осы қарғану арқылы екеуін бөліп тастайды, бітті. Ешқашан қосыла алмайды олар. Сот ажырастырып жібереді осылай. Сондай оқиға бар. Сол оқиғада әйелді еркекте 4 рет және 5-ші ретте 5-еуді қою керек. Яғни оны қайта-қайта айту керек. Мен міне шын көзіммен көрдім осында, егер өтірік айтсам Алланың лағнеті болсын деп, сол сөзді 4 рет 5 рет қайталау керек өзі. Түсінді ме? Мысалға, мен 5 рет куәлік жасаймын, былай десе, оның бәрін біреу-ақ деп қабылдайды қазы. Тура сол секілді деген. Сен 3 талақсың десе, 1-ақ талақ дейді. Өйткені үшеуін бірден айтқан үшін 1 талақ үкіміне кіреді дейді. Немесе мынаны мысал келтірейін деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр намаздың артынан кімде-кім 33 рет Субханалла деп айтса, 33 рет Альхамдулилля деп айтса, 33 рет Аллаху Акбар деп айтса, жаңағы күнәлары теңіздің көбігіндей көп болса да кешіріледі деген хадис бар ғой. Сол хадиске сүйеніп бір адам айтса, 33 рет Субханалла деді. 33 айтты ма, біреу айтты ма дейді. Айтады, біреу айтылған бұл есептеді. 33 айтқан жоқ қой дейді. Айта сал дейді, мысалы, санымен. 33 Субханалла, 33 Альхамдулилля десе, 33-тен айтқан болды ма, 1 реттен айтқан болды ма дейді. 1 реттен айтқан болды. Демек дейді, оның барлығы біреу үкіміне жүреді дейді. Сөздік мағынада да осылай деп айтқанда болар. Екінші дәлел келтіреді. Және көреміз, бұның баршасы бізге көрсететіні, және бұл мәселеде не екен, ажырасулар көбейді де, соның ішінен қайтадан қосыла алмай жүргендер бар. Оны біз осы тұрғыдан алатын болса, қайтадан үйлендіреміз, өз бірін-біріне қосуымыз дұрыс болады деп, осы пәтуаны бергендігі бар. Қазір көп жерлерде осы пәтуа қолданады. Өйткені 3 талақ беріп тастағандар көп. Бала шағасы жылап жүрген, қайтадан әйелмен күйеуі қосылмай жүрген, осы пәтуаны қолданып жатқандығын көресіз. Бірақ бұл 4 мазхабтың да қолдамаған пікір еді негізі. Бірақ біз мынаны айтайық, бұлай деуіміз арқылы, яғни қазіргі мазхабтар осы пәтуаға өтіп кетті деген нәрсе жоқ. Мазхабтың бекітілген пәтуасы сол. Бұрынғыдай түсінікті ме? 3 талақ берсе, 3 талақ кетеді деп айтқандығын. Осындай дәлелдерге сүйене отырып айтады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да заманында осындай оқиғаның болғандығын айтады. Бұлай болды дейді. Рикана немесе Рукана деген бір сахаби өзінің әйеліне 3 талақ берген екен. Бірден. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір мәжілісте 3 талақ бердің бе деп сұрады дейді. Иә деп еді, әйеліңді қайтарып ал деп айтты дейді. Соны осы хадис дәлел келтірген. Міне дейді. Рукананың оқиғасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 талақты 1 талақ деп қабылдады деген. Түсінікті ме? Сөйтіп осыны да дәлел келтіргендігін айтады. Және Таустың да осы мағынадағы Ибн Аббастың келтірген үкімдерін болды келтіреді осылай. Сонда көреміз, әр түрлі үкімдерге кетті ғой. Соны мына кітабымыз жазған имам Сабуни баршасын жинақтай келе айтады. Негізінде шындап келсек, көпшілік ғұламалардың айтқан пікірі, ең басым пікір осы дұрысы деп айтады. Бірден 3 талақ десе 3 талақ кететіндігі. Ең дұрысы осы, ауыр басымдық болған. Өйткені сахабалардың бір ауыздан келіскен нәрселеріне
бір ғұламаның қарсы шығуы деген бұл оңай нәрсе емес деп айтқан. Бір екі адам шығып, бүкіл сахабиге қарсы шығуы. Қабылданатын іс емес деген, қиындау іс деген. Ал енді бұл бірінші мәселе деген. Екіншіден, жаңағы сахабилер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көзін көрген, бұлар нақты білетін адамдар, бірден үшеу берілсе, үшеу деп қабылдады деген. Соның үшін де біз осы пікірді дұрыс деп қабылдаймыз деген. Және имам Тахауидің риуаяты бар, Дарақутнидің риуаяты бар. Бұлар келтірген кезде жаңа мына әйелді қайтадан рукана қайтты ғой, әйеліңді барып қайтарып ал деді ғой. Сол хадисті дәлел келтіреді ғой олар. Соны Тахауи бар, мына басқада Дарақутни бар. Бұл кісілер хадисшілер. Зерттей келе айтқан бұл хадистің жеткізген кезде санатында, жеткізген адамдарында проблема деген. Өңкей шиға адамдар деген, мына қызылбастар деп айтқан. Хадис қабылданбайды деген, біріншіден. Екінші жолмен келгені бар дейді. Ол екінші жолмен келген хадисті қабылдайын десек, ол жерде мынандай оқиға да бар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сен қандай ниетпен ажырастың дейді. 3 талақ мақсатымен ме, 1 талақ мақсатымен ме дейді. Сонда 1 талақ мақсатымен айтып ем негіз дейді. Онда қайтарып ал деп айтты дейді. 1 талақ мақсатымен ол айтылғандығы үшін біреу деп қабылдады дейді. Ал 3 талақ мақсатымен айтса, 3 болып кетеді деп, жаңағы ғұлама Сабуниде осы пікірді қолдаған. Түсінікті ме? Бірақ екінші жақтың бар екендігін әдейі айта кеттік бұл. Осыны пәтуаны қолданғандығы. Бұл Ибн Таймия Хамбали мазхабының ғұламасы болған, білесіздер. Бір мазхабтың ішіндегі беделді муштахид болып есептелген, сол мазхабтың ішінде үкім жүргізетін болған. Бірақ кейбір пікірлеріне байланысты жаңағы ғұламалар тарапынан сынға ұшырап, тіпті сотталып кеткендігі бар. Ханафилер соттап жіберген ғой 3 рет. Ханафи мазхабының қазылары ұстағанда оны соттап жіберген. 3-ші рет сотталуы, енді кітаптан тыс енді бұл оқиға. 3-ші рет сотталуына себеп болған осы талақ оқиғасы болды дейді. Ибн Таймия мүлдем шектен шығып кетті дейді. Өйткені бір әйелмен ажырассаң, қайтадан қосылатын уақыт қанша уақыттың ішінде қосылуға болады деп айтты дейді. Сонда 3 хайыз уақытысының ішінде. Демек 3 хайыз ішінде айтылған талақтың бәрі 1 талақ деп айтты дейді ол. Түсінікті ме? Сонда 2,5 айдың ішінде айтылса, не айтылса, 1000 айтылса да 1 талақ деп қабылдады дейді ол. Осындай пәтуа берді дейді. Сол пәтуасы үшін ханафилердің үлкен қазысы болған сол жерде. Сол кісі бұны алып 18 айға сотта жіберді деп айтады. 18 айға сотталды дейді. Сол сотталғаннан қайтып шықпаған сол жерде өліп тұрған да. Енді бұл кісі де ғұлама болған ғой, енді Алла рахмет етсін ол кісіге. Бірақ соңғы сотталу осылай болды деп айтқан. Ал енді кейбір мынандай пікір бар. Бейбарыс оны сотта жіберді дейді. Сұлтан Бейбарыс бар ғой. Сол сотта жіберді деп айтатын нелер бар. Ол жалған оқиға. Түсінікті ме? Қазір көпшіліктің арасында сондай нәрсе бар. Сұлтан Бейбарыс Ибн Таймияны сотта жіберді деп айтады. Ондай емес. Сұлтан Бейбарыс қайтыс болған жылы Ибн Таймия 14 жастағы бала еді әлі. Бұны қарастырмаңыздар, тарихта ол оқиға солай. Бұл Сұлтан Насырдың заманында болған оқиға. Енді одан кейінгі үкім. Мәл мураду мин қаулихи та'аля ат-талақу марратани дейді. Талақ 2 рет деген кезде қандай талақ 2 рет деген сұрақ қойған. Соны айтады. 3 түрлі пікірге айтады. Ат-талақул машру'у марратани дейді. Заңды талақ, заңды ажырасу 2 рет деп айтқан сөз дейді бұл. Машруъ деген заңды деген сөз. Бұл бірінші пікір. Екінші пікір ат-талақул маснуну марратани дейді. Яғни сүннет талақ 2 рет дейді. Сүннет бойынша ажырасам десең 2 рет ажыраса аласың. 3-ші рет не жібересің, не ұстап қаласың қолында деген. Біріншісі заңды деді, екіншісі сүннет бойынша деді, үшіншісі ат-талақул лази фихи риджату марратани дейді. Қайтадан қайтарып алу талағы 2 рет деп айтты дейді. 2 рет. Қайта қайтарып алу талағы 2 рет деді. Демек не екен? 2 талақтың ішінде қайта қосылуға болады деген сөз, 3-шісінде қосыла алмайсың деген мағынада қолданды деп. Енді 3 түрлі пікір айтқан, қайсысын айтсаңыз да дұрыс. Ешқандай да жаңағы әбестігі, жаңа дұрыс емес қателігі деген нәрсе жоқ екен. Кез келген жолмен қолданады. Өзі заңды ажырасу 2 рет деп айтсаңыз болады. Сүннет ажырасу 2 рет десеңіз де болады. Не екен? Қайтадан қосылатындай ажырасу ол 2 рет десеңіз, ол да бола береді. Кез келген қолдануға болады. Бірақ 3 түрлі мағынада қолданса да, нәтижені бір қылып беріп отырмын. Ал егер бір сөзбен айта салатын болсақ деп жаңа кісілерде осы сөз дәлел келтіргендігі бар. Ат-талақу марратани демейтін еді, ат-талақатани деп айтатын еді. 2 талақ деп жаңа. 2 талақ деген сен 2 талақсың, 3 талақсың деп айтуға қолданатындай вариант болатын еді деп айтқандығы олардың да бар екен. Хәл юбаху лиз-зауджи ахзул мали муқабила ат-талақи дейді. Ажырасудың қарымы ретінде еркек мал-мүлік ақша ала ала ма дейді әйелінен. Мысалы әйел айтады, ажырасайық дейді.
мен саған мынанша ақша берем, ажырасайық дейді әйел. Сонда еркек ала ала ма дейді сондай үкім. Бұның мәселесі «Вала яхиллу лакум ан таъхуду мимма атайтумухунна шай'ан» деген аят бар. Сендер берген нәрселеріңнен еш нәрсені алуларың халал емес деп айтқан. Ала алмайсың деген. Илля тек бірақ жағдайда айяхафа алла юқима худудалла дейді. Алла тағаланың қойған шегін сақтай алмаймыз деп. Яғни мынау үйленгеннен кейін мынау құрылған жанұяны аман есен алып өте алмаймыз. Мен өзімнің міндетімді атқара алмаймын. Әйел немесе өзімдікін атқара алмаймын. Ажырасайық деп сол шешімге барған болса, ондай жағдайда ғана алуға болатындығы. Басқа жағдайда ешқандай түрмен жолмен ала алмайсыз деген. Берген қалың малыңызды, махрыңызды ешқашан ала алмайсыз дейді. Тек осы жағдайда болады деген. Бұл қалай екен? Бұны фирақур ражули заужатаху аля бадалин яхудуху минха дейді. Яғни ер кісінің бір мал мүлік алу арқылы әйелге жаңа талағын беруі дейді. Бұл нәрсені былай деп айтайық, әйелдің құтылу мақсатымен, күйеуінің құтылу мақсатында алған нәрсесін қайтарып беріп, талақты сұрап алуы дейді. Бұл мәселе осылай. Ол дінімізде болған, бірақ бұл жақсы нәрсе емес, макрух дейді, немесе харамға жақындатып келеді ғалымдарымыз. Жалпы дұрыс емес нәрсе, бірақ ең соңғы вариант ретінде қолданылады осылай. Бұл мынандай бір оқиға болады. Сабит ибн Қайс деген сахабидің әйелімен сондай оқиға болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға келеді, сөйтіп айтады: «Я Расулалла» дейді, «мен күйеуіммен тұрғым келмейді» дейді. 3-4 адаммен бақшадан шығып келе жатыр екен, қарасам дейді, ішіндегі ең бойы кішісі, түрі ең қап-қара болғаны дейді. Және ең жағымсызы сол дейді, қарағым келмейді дейді жаңа. Сонда бұны күйеу естіген екен, артынан келіп айтқан сөзін. Сөйтеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Қайысқа қарап айтты дейді. Сабит ибн Қайысқа қарап айтты дейді. Әйеліңнің айтқан сөзіне не дейсің сен дейді жаңа. Сол кезде я Расулалла дейді, мен бұған ең қымбат болған өзіме қадірлі деген құрма бақшамды бергем дейді, махр ретінде дейді жаңа. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алған махрыңды қайтадан қайтарып бересің ба дейді әйелге. Сонда қайтарып берейін, керек болса үстіне қосып берем дейді. Не айтса дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сен бақшаңды қайтадан ал дейді еркекке. Әйел кісіге сен талақсың. Екеуін ажыратады да бөліп жібереді. Ал енді қараңыз, кейбір адам айтуы мүмкін, қалай сырттан бір адам шықты да ажырастырып жіберді деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үкімет еді ғой ол. Қази ғой сонда. Қазір демек не екен, үкімет үйлендіре алады, ажырастыра алады ғой. Сол үкім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолында ғой. Соны істеді ғой. Демек не екен, әйелдің беріп ажырасқандығы бар екен. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны естіген кезде қатты ашуланып кетті өзі де дейді. Өйткені бұл жаңағы негізгі оқиғаларда, негізгі күнделікті әдеттегі болып жүрген оқиғалардан емес қой. Сирек кездесетін адамды естіген уақыттың өзінде адамның жаны түршігерлік ондай нәрсе. Өйткені ер кісі ажырасып кетті деген нәрсе естіледі, бірақ әйелдің талақты сұрап алыпты деген нәрсе. Тіпті берген үлкен бау бақшасын қайтарып беруі. Бір құрма бақшасы бар болу деген сөз, үлкен бір құрма бақшасының болуы деген ол үлкен нәрсе. Соның өзінен демек бас тартып берді да талағын алып кеткен екен. Құран кәрімдегі фәлә джунаха алейхима фи мафтадат бих дейді. Егер фидия беру арқылы, яғни жаңа алған махрын қайтарып беру арқылы кететін болса, оның күнәсі жоқ дегенде Құранның аятын дәлел келтірген екен. Демек осы жолмен ғана жаңа әйел кісі талақты ала алады. Басқа жолмен әйел кісі талақ деген нәрсені ала алмайды. Түсінікті ме? Мен кетіп қаламын өзім, бол тұрбаймын семен деп әйелдің кетуге хақысы жоқ негізі. Енді мына жерде тағы бір кішігірім мәселе айта кеткен, осы әйелдің хул жасау деп айтады бұны. Жаңа әйелдің мал беріп, талақты алуы ғой, мал дүние беріп, немесе махрды қайтарып беріп. Сондай жағдайда неке фасық бола ма, жоқ талақ бола ма деген мәселе келеді. Бұл жерде енді фасық пен талақтың екеуінің айырмашылығы бар. Талақ деген таза ажырасу ғой. Фасық деген некені тоқтату деп айтады. Бұл талақтан бөлек қарастырған әдейі. Соның үшін осы қайсысы болады деген мәселелер келтіреді, бірақ бұл енді фиқх кітаптарында тереңінен кетеді. Бірақ біз ол нәрсеге терең кірмейміз иншалла. Одан кейінгі үкім ما هو حكم المطلقة ثلاثا وكيف تحل للزوج الأول. Үш рет талақ алған әйелдің үкімі қалай болады, және ол өзінің күйеуіне қалай адал болады дейді.
қайтадан адал болу жолы бар ма деген кезде, Құран кәрімде жаңа келді ғой, ажырасу 2 рет болды, одан кейін ажырасу 2 рет болады, одан кейін я көркем түрде ұстайсың, не ең жақсылықпен ажырасасың деген үкімді келтірген еді Алла Тағала. Одан кейін бар аяттың соңынан айтқаны فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Егер одан кейін де талақ беретін болса, я үшінші талақты берсе, онда ол басқаға тұрмысқа шықпайынша бұған адал болмайды деді. Демек, ол әйел кісі басқаға тұрмысқа шығу керек болады. Ол тұрмысқа шығуды да айта кетейік, бұл жердегі басқа еркекке тұрмысқа шығу дегені үйлену нәрсесін айтып тұрған жоқ. Яғни неке қию. Некелесті, қайтадан ажырасып кетті емес. Никах деген сөздің мағынасын айтқан едік, басында не екен? Үйлену деген, сөз байласу деген мағынаға келген секілді, жыныстық қатынаста болу деген мағынаға келеді. Бұл жердегі айтылғаны басқа өзге екінші күйеуімен жыныстық қатынаста болу деген мағынаны берген. Түсінікті ме? Сол үшін екінші бір күйеуге тұрмысқа шықса, сонымен жыныстық қатынаста болмайынша, мынау алғашқы күйеуіне қайтадан халал болмайды ешқашан. Және бұл жерде айтайық, бұл келісіммен болатын нәрсе емес. Қазір онда үкімі келеді. Заңды түрде үйленіп кету керек ол. Түсінікті ме? Мысалға, бір күннен кейін ажырасамыз деп үйленсе, ол некеге жатпайды. Немесе бір жылдан кейін ажырасамыз десе, ажырасу деген нәрсе ойда болмау керек. Ол кәдімгі адал әйел қылып алу керек, мынау адал күйеу ретінде қабылдау керек. Солайынша бір отбасын құрады. Одан кейін сый салмай ажырасып кетіп жатса ғана адал болады. Сонымен кетіп қалса, кетіп қалды болды. Жоқ. Біз ана жаңағы қате пікірге бармау керек екендігі. Одан кейінгі үкім никахул мухаллали ва хал хуа сахихун ам батил дейді. Мухаллил немесе мухаллил дейді. Мухаллилдің некесі сахих па дейді. Мухаллил деген бар, мухаллилун илайхи деген бар. Мысалы, мынандай нәрсе, бір кісі, мысалы, әйелі жаңағыда 3 талақ болып кетсе, не істейді екен? Өзің досын, немесе біреуге айтады, танысына ма, сен мен әйеліммен үйлен, некеңді қый дейді. Содан кейін сол жерде талағын бер, өзім әйеліме қайтадан үйленемін мен дейді. Қулық жасау ғой енді былай айтқанда. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аманатқа алынған теке деп айтқан ондайды. Аманатқа алынған теке немесе жалдамалы теке дейміз ба? Ол кім деген кезде мухаллил адам деген жаңағы. Сонда еркектер бар жаңағы, мейлі келісейін дейді, сен әйеліме некелесең біз қайтадан талағын берем дейді. Аманатқа алынған теке деп айтқанда ондайды. Және бұл нәрсені жарамсыз деген, жарамсыз қабылдамаған. Ауыр сөз қолданғанда. Ондайға мухаллил жасаушыға да, жасатушыға да лағнет болсын деп айтқан. Соның үшін бұл неке дұрыс неке болып есептелмейді. Өйткені неке қиям, қайтып ажырасам деген шарт тұр ғой. Ал некенің шарты ажырасам деген ниет болмау керек. Үйленем, отбасы болам деген ниетпен үйлену керек. Сонда ғана неке дұрыс болады екен. Мінекей, осы нәрселерге мән беру керек болады екен. Соның үшін бұл мәселеде де ғұламалардың келіскен нәрсесі екінші күйеуге тұрмысқа шыққан уақытында заңды болу керек, оған ешқандай да талас жоқ екен. Кейбір ғұламалардың айтқандығы бар, бұл макрух деп айтқан, осылай жасасайын неке қиғандығы үшін оның үкімі жүреді, макрух жақсы көрілмеген, бірақ болады деген нәрсені айтқандығы бар. Бірақ ғұламалардың көпшілігі, 98% болмайды. Бұл нәрсе адал емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны қарғады, лағнеттеді деген. Ондай адамға Алланың лағнеті болсын деп. Ол жақсы нәрсе емес деп оны қабылдамағандығын көреміз. Ал енді некелескен уақытында уақыт қою деген сөз, бұл никахул мут'a деген нәрсе бар, пайдалану некесі деген, уақытша неке. Сондай үкіміне кетіп қалады да, бұл неке жарамсыз болады дейді. Түсінікті ме? Үйленген адам ажырасам деген ниеті болмау керек. Тек қана өзінің қалауымен ұнатып, осы менің әйелім болады деп, әйел кісі де мынау маған күйеу болады деп, отбасы боламыз деген мақсатпен үйленсе ғана, сол неке, сахих неке, исламда қабылданатын осы, бұдан басқа неке қабылданбайды ешқандай. Демек, Алла Тағаланың аяттарын мазаққа айландыруға болмайды мұнда. Келіп, анаммен үйленуін, болмаса жібере салам ғой деген нәрсе ол шариғатта жайыз емес, рұқсат жоқ. Бұл нәрсені білейік. Яғни Алланың аяттарын ойынға айландырмаңдар деп жаңағы Құранда аят бар ғой, Алланың аяттарын мазаққа айландырмаңдар, біліңдер, сендер Алланың алдына қайтып келесіңдер деген. Яғни мазақ қылып жүрсең, қайдан алдына барасың Алланың, Алла есебін алады деген сөз. Демек, бұл нәрседе ойын жүрмейтіндігі екен. Мінекей бүгінгі тақырыбымыз осы еді. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.